Біз дүниежүзі жастарының алдыңғы қатарындамыз. Біз жастар тағдырымыз сендермен байланысты екенін білеміз. Бұл Баубек Бұлқышев атамыздың кейінгі жастарға айтқан өсиеті болатын. Ал бүгінгі тәуелсіз Қазақстанның жастары қандай? Армысыздар, құрметті көрермендер. Бүгін біздің назарда Сыр өңірінің жастарының көшбасшысы, Жас отан жастар қанатының төрағасы Талғат Оспанұлы. Жалпы әрбір адам өзінің өмірінде бір кішігірім өзгеріс боларын алдында я бір оқиға әсер етеді, немесе бір жағдайлар, немесе бір адам әсер етеді. Яғни сондай кезеңдердің біреуі, мен өзім 8-ші сыныптан бастап өте қатты негізі кішкентай кезімде мемлекеттік қызметке қызықтым. Мемлекеттік қызметке қызықтым, көбінесе көп газет, журналдар оқитынмын. Мемлекеттегі құрылымдар, өзгерістер, министрліктердің өзгерістері, жалпы барлық нәрсені өте қатты қадағалап отыратын едім. 8-ші, 9-ші сыныпта барлық газеттерді оқитын. Жаңалықтарды неғұрлым көбірек алғым келді. Жалпы осы біздің билік элитасы жөнінде, басқа да жөнінде. Одан кейін енді адам болғаннан кейін түрлі ойлар болады, бағыттар болады. Осы Жас отан жастар қанатына 2012 жылы ерікті болып келдім. 2016 жылға дейін жаңағыдай осы сапта жұмыс жасадық. Яғни былайша айтқан кезде осы Жас отанда мен сатылап келдім деп айтсам болады. Өйткені ерікті де болдым, қалалық Жас отанда да болдым. Одан кейін облыстық ұйымдастыру бөлім меңгерушісі болдым Жас отанның. Одан кейін барып осы жылы Жас отан облыстық төрағасы болып сайландым. Яғни бізде Жас отанның бір ерекшелігі, бізде тағайындау емес, бізде сайлау арқылы сайланады төраға. Яғни көпшілік азаматтардың, жастардың дауысқа салуымен және де содан кім дауыстан жеңіске жетеді, сол бізде төраға болып сайланады. Шығармашылықпен жұмыс істеуді өзім жақсы көремін бір жағынан. Өйткені қазір бізде шығармашылықпен айналысу маңызды. Адам өзінің ойымен, идеясымен жұмыс істеу керек. Өзі Жас отан, жастар ұйымдары жалпы соған негізделген. Жастардың шығармашылығын дамыту. Яғни оның идеясы бар, ойы бар. Белгілі бір қалыптасқан режиммен емес, оны жан-жақты көрсету. Біздің де шараларымызға өздеріңіз қатысып жүрсіздер. Біз көбінесе бір ғана сарында емес, жан-жақты өткізгенді біз құптаймыз. Ата-әженің баласы болып өстім. Қазір мен ойлаймын, қайта көп жасқа сол тәрбие жетіспей жатқан секілді. Ата-әженің тәрбиесін көру керек, ата-әженің баласы болып өскенде дұрыс. Одан сен жаман болмайсың, қайта жақсылыққа итермелейді көп жерде. Ол кісілердің тәрбиесі ол мейірімділікке толы болады ең алдымен. Ал мейірімділікті көріп өскен бала, ол өзінің бауырына да, ол өзінің інісіне де, ол өзінің замандастарына да мейірімділікпен қарайды. Мен ата-әжемнің шынын айтайын, осы жерде ата-әжем ортасында 7-ші, 8-ші сыныпқа дейін жаттым олардың қасында. Сол кісілермен көп сөйлесем, ол кісілермен байланысымыз өте жоғары болды. Ол кісілердің маған деген, немелеріне деген махаббаты да жоғары болды. Сол кездерді кейде есіме түсіріп, балалық шағыма кішігірім саяхат жасап алам. Ол кісілерге үлкен мен алғысымды айтқым келеді. Қазір атам да әжем де о дүниеге аттанды. Ол кісілерге үлкен алғысымды айтқым келеді, шынымды айтсам. Өйткені сондай маған бақытты балалық шақ сыйлағандарына, жақсы естеліктер сыйлағанына мен ол кісілерге ризамын. Өйткені баланың кішкентай кезінде қалыптасуына оның балалық шағы өте қатты әсер етеді. Оның жақсы азамат болып қалыптасуына да әсер етеді. Жалпы мені замандастарым, достарым әсіресе арамызда әзілдейтін шалдың баласы деп. Шынымен де шалдың баласы болдым, одан жаман болған жоқпыз. Қайта шалдың әженің баласы болу керек. Оны көріп өсу керек. Олармен жаңағыдай олардың әңгімелерінің өзі саған үлкен сабақ болады. Сосын қазақ өзі айтады ғой, ұят болады деген сөзбен ақ жастарды тәрбиелеуге болады дейді. Шынымен де біз ұят болады, обал болады деген сөздерді мысалы ата-бабамыздан бері келе жатыр да. Осы мәселелер біздің жастардың бойында болу керек. Көбінесе атаммен де ақылдастым. Осыған дейін көп мәселені мен атаммен де ақылдасатынмын. Және де мен сырласым, бұл көбінесе мен анам сырласым. Көбінесе анаммен сырласам, ішкі кейбір кезде мәселелер болады, жан дүниеңді түсінетін өзім бір адам болады. Сол кезде және де өзімнің бір санаулы сырласатын санаулы досым бар. Енді досым көп,
шүкір. Бірақ сырласатын саналы досым бар. Өткені сырды көп адамға айта берудің де керек емес. Өткені айтады ғой жаңағы досыңнан қорқ, жауыңнан қорықпа, досыңнан қорқ дегенде кейбір кезде мақалдар бар. Талғат, жалпы сіздердің жұмыстарыңызбен таныспыз. Жоспардан тыста сіздер қайырымдылық шараларымен айналысасыз. Сонымен қатар мен жиі байқаймын, өзіңіздің әлеуметтік желіге сол шарадан өткен суреттерді салып тұрасыз. Менде бір осы жерде сұрақ туындап тұр, бұл өзіңізге жасаған пиар ма? Жалпы әлеуметтік желіні қандай мақсатта пайдаланасыз? Осы жөнінде сөйлессек. Негізі әлеуметтік желіге мен бір нәрсе үшін ғана кірем. Бұл жасалған жұмысымызды көрсету үшін. Қазір білесіз, барлық халықтың жалпы 90% ол әлеуметтік желіде отырады. Жастар да сол жақта, яғни бізге қандай контент керек, бізге жастар керек. Жастар да сол жақта, үлкен кісілер де барлығы сол жақта. ВКонтакте, Facebook, Instagram осы жақта. Біз енді әрине мен оны пиар деп есептемеймін. Ол біздің шынайы жасалған жұмыстарымыз. Және де біз оны әлеуметтік желіге не үшін жариялаймыз? Өйткені кейбірде болады, ол нәрсені көрсетпесең, сен жұмыс істемеген адам боласың біріншіден. Өйткені ол сені сыртынан бақылап отырған адамдар болады, жұмысыңа қарап отырады. Сол арқылы саған баға да беріледі, мысалы, жұмысыңды. Мысалы, жұмысты істеу ол бір бөлек, жұмысты көрсете білу бір бөлек. Сол үшін кейбір жаңағыдай нелердің бір қателіктері болады. Олар жұмыс істегенмен жұмысын көрсете алмайды. Ал жұмысты көрсету де ол бір үлкен медиа саласында жұмыс істеуді талап етеді, мысалы. Ол да бір ойлауды талап етеді, ол да бір ұтқырлықты талап етеді. Сондықтан ол қазіргі заманның тренді деп айтсам болады. Сіз өзіңіз бос уақытыңызда кітаппен достым деп айттыңыз бір сөзіңізде. Жалпы кітапты сүйіп оқисыз. Соңғы оқыған кітабыңыз қандай? Жалпы қандай жазушыларды сүйіп оқисыз? Қазір енді кітапты білесіз, жанры ол әртүрлі болады, әрқайсысынікі. Қазір мен көбінесе шығармашылыққа қарағанда қазір экономикалық кітаптарды көбірек оқып жатырмын. Экономикалық және де әлеуметтік саясатқа байланысты. Қазір соңғы мен оқыған кітабым «Тәуелсіздік дәуірі» деген кітап. Авторы біздің елбасы осы Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 25 жылдығының қарсаңында шықты. Біздің еліміз қандай жетістіктерге жетті, қандай мемлекеттік бағдарламалар қабылданды, және де қандай елімізде өзгерістер орын алды. Осы жөнінде кеңінен айтылады. Оны біздің барлық зиялы қауым өкілдері, басқа да азаматтар оған біздің тәуелсіз еліміздің энциклопедиясы деп баға берген болатын. Талғат, түсінікті. Жалпы енді сіз өзіңізбен қатарлас достарыңызға, жалпы жастарға қандай кітапты оқуға кеңес бересіз? Енді ең алдымен жалпы жастар біздің еліміздің жалпы жетістігін, еліміздің басым бағыттарын, мемлекет бағдарламаларын, стратегияларын дұрыс түсіну мақсатында және тәуелсіздік жылдарында мемлекет қалай болды, қазір қандай, осының барлығын түсіну мақсатында кеше ғана тәуелсіздіктің 25 жылында жарық көрген «Тәуелсіздік дәуірі» кітабын оқуға кеңес беремін. Екіншіден, Герман Грефтің «Пілді билету» әдістері осы кітапты оқуға кеңес беремін. Және де біздің 4-ші өнеркәсіптік революция, яғни Клаус Швабтың «Давос форумы» основательный осы кітапты оқуға кеңес беремін. Өйткені қазір таңда мамандық таңдау, қазір нарықтық талаптар өте жоғары. Сондықтан жастар осындай талаптарға сай болу үшін сол дүниелермен әлемдік деңгейдегі, халықаралық деңгейдегі жаңағы сарапшылардың болжамдарын оқу керек және соған дайын болу керек деп есептеймін. Бағдарламамыздың соңына таяп қалдық. Сізге қояр соңғы сауалым. Жалпы өмірлік ұстанымыңыз қандай? Және де қазіргі заманның ер жігітіне тән қажет 3 қасиетті айтсаңыз. Енді біріншіден сұрағыңызға жауап берейін. Жаңағы жалпы мен ұстанымым өмірдегі тек алда қарай басу. Ешқашанда артқа қарай жүруге болмайды. Алда қарай жүру керек. Әрбір жаста солай жасау керек деп есептеймін. Өйткені бізге жетіспей жатқан да сол. Айтады ғой, көзқарас адамның санасы, ойы ашық болу керек және сенің бір белгілі бір мақсатың болу керек. Сол мақсатқа тек алда қарай басу керек.
Және де өмірде түрлі жағдайлар болады ғой. Соған мойынсұнбау керек, жігер керек. Осы біздің қазақтың жігіттеріне қайтпас қайсарлық керек. Ал енді жаңағы сіздің 3 қасиет деп жатсыз. Осыған жауап берсем, мен ойлаймын, қазір жігітке көп қасиеттер керек қой. Бірақ соны бойына сіңіретін бірақ қана қасиет бар. Сол керек деп есептеймін. Ол әрбір жігітке, әрбір қызға біздің қоғамда, қазақтың жастарына ең бірінші имандылық керек дейді. Имандылық болса, оның ішіне елін сүю де кіреді, адамды құрметтеу де кіреді, үлкенді құрметтеу, кішіні ізет көрсету. Осының барлығы имандылықтың ішінде. Сондықтан жастардың жалпы жүрегіндегі иман мықты болу керек. Құрметті көрермендер, осымен біз бүгінгі бағдарламамызды аяқтаймыз. Бүгін бізде кейіпкер болған Талғат Оспанұлы. Сіздермен бірге болған мен Назерке Шарапайдин. 72-42 бұл жас көшбасшылардың мекені Қызылорда.